Ассалаумағалейкем, қалың елім қазағым, армысыздар, алталаш алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгін аса жағымды хабарды жеткіземіз. Бұл қуанышты хабарды сізге жеткізіп отырған себебіміз қазақтың Ресейге сутегін беріп отырған газын өңдейтін газ өңдеу зауытын, дүние жүзіндегі жер шарындағы ең ірі газ өңдейтін зауытты украиндер жарып жіберді. Енді бұл деген сөзіңіз Тоқаев, Назарбаев, Құлыбаев, жалпы осы жоғарыда отырған биліктегілер бүгін ине жұтқан ит құсап, барлығының қабағы түсіп, үнжұрғалары түсіп, бірінші рет мынау қазақ дейтін халықтың ең байлығын әйдер әже қойдыр қожа жоқ білгенінше, ұстағанның қолында тістегеннің аузында кеткен байлықты оңды солды сатып, бұлар қызығын көріп, ұрлаған, жырлаған ақшаларының бәрін шетел асырып жүрген бұл сүмелектер енді өмірінде бірінші рет соққы көрді. Өмірінде бірінші рет бұндай соққыны олар күтпегенді. Еуропаға газ тасымалдайтын КТТ құбырын, яғни КТК құбырын украиндер жарып жібергені ол бір бөлек. Бірақ мынау Қазақстанның газын өңдеп отырған бұл құбырды жарып жіберу деген сөз енді бүкіл дүние жүзінің назарын аударған бір оқиға болып отыр. Менің ютубтегі пост бөлігімді, яғни жазбалар, қима суреттер жариялайтын бөлігімді ютуб арнамыздан көріп отыратын азаматтарға түсінікті болса керек. Біз осы газ құбырын жара сала, сіздерде мөлшері кеш енді басталған кезде, шам намазының кезінде біз бұл ақпараттарды шетінен аударып, ерінбей отырып, дүние жүзіндегі ірі медиалардың жазбаларын және көзқарастарын аударып жарияладық. Ал бұның бізге несі қуанышты? Бірінші, бұл газдың сізбен қатысы жоқ, менімен қатысы жоқ, қазақ халқымен қатысы жоқ. Бұл газдың қызығын қазақ халқының жаулары Назарбаев, Тоқаев, Құлыбаев әулеті көріп отырғандар. Осы әулеттер көріп отырғандар. Біздің қазақ халқына қазақтың мұнай газы, жер асты байлығы, ураны, алтын күмісінің еш қатысы жоқ. Әгі кең байтақ даламның, ата бабамның жері дейтін жеріңде жоқ. Анау бір ажуа суретші, бір артист жігіттің видеолары маған ұнан қырайды. Ескі заманның сауыт сайманын киіп алған, эмоциясын, көңіл күйін әсіре көрсететін бір жігіт бар ғой. Сонда жаңағы, «Ай, жау келді, жерді қорғайық» десе айтады. Менің жерім жоқ дейді. Міне. Тура сол сияқты. Қазақтың жері жоқ, жердің де бізбен қатысы жоқ. Тірі қазақтың егін егетін, мал бағатын да жері жоқ. Жердің бәрі мына ең шұрайлы жерді алып қойған. Бізге тек саусағының арасын сыққанда шыққан сығындысын жалатып отыр, мә деп. Енді газды жарып жіберді. Мен сөздің шыны ары қарай тілеп отырмын. Мына билікті құлатудың жалғыз жолы осы украиндерге жаңағы айту керек. Керек па? Біздің Павлодарда, Шымкенттегі зауыттарды жабу керек. Керек па? Біздің Каспийдегі өндіріс орындарын жабу керек. Себебі бұның барлығы Ресейге жұмыс істейді. Қазақстанда керек десе Байқоңырды да жарып тастау керек. Сонымен орыстың бірде-бір ракетасы ұшпай, сонымен отыру керек. Себебі Байқоңыр қазақ жеріне төккен гептил біздің ұрпағымыздың ұрпағын бәленбай мың жыл улауға жеткілікті. Енді тіпті қазақ жеріндегі орысқа жұмыс істейтін нысандарды жарып тастаса тіптен керемет болады. Сондықтан мен белсенділерді Украинаның Астанадағы елшілігі мен Алматыдағы консулдығына гүл сыйға тартыңыздар деп сұраймын. Мысалы, қазір Алматыда, Қазақстанда білмеймін, білетіндер болса айтыңыздар, онлайн гүл тапсырыс беретін сервис бар ма жоқ па? Мысалы, Америкада онлайн гүл тапсырыс беретін сервис бар. Біреудің туған күніне, жора жолдасқа, біз мына араласып жүрген саясаткерлерге, олардың жұбайларына онлайн гүл ұсынып жібереміз. Әлде бір кісілердің хатшыларына жайдан жай онлайн гүл ұсынып жібереміз. Себебі кезіккенде ол хатшы сіздің кім екеніңізді есінде жақсы сақтайды. Кем дегенде күліп қарсы алады. Сондықтан онлайн гүл ұсынатын сервис болатын болса, Украинаның Астанадағы елшілігі мен Алматыдағы консулдығына гүл жаудырып жіберіңіздер. Олардың мынау газ кешенін жарып жібергеніне алғыс білдіріңіздер. Бұл біздің байлығымызды тонап отырғандарға берілген үлкен соққы, яғни қазақ халқына жасалған үлкен көмек деп білуге болады. Үлкен көмек деп білуге болады. Себебі бұлар ұрлар, олар ұрлап отыр. Енді олардың ұрлайын десе де ұрлайтын жолы кесілді деген сөз. Енді ұрлай алмайды, қымқыра алмайды. Одан түскен табысты олар шетел асырып, үрім бұтағына, шөбересіне жететін ақшаны шетелдің есеп шоттарына тығып қойды. Неше түрлі офшорлық компаниялар ашып, олар былықтың бәрін жасап қойды. Енді міне жолы кесілді. Ендеше мен осы өзім аударып дайындаған ақпараттарды сіздерге жеткізейін. Бір қызық ақпаратты айтайын. Бұл жарып жіберген зауыт 1974 жылы меніменен бірге дүниеге келген екен. 74 жылы беріпті. Енді дүние жүзіндегі нөмірі бірінші ірі зауыт екен. Өндіріс қуаты жағынан.
Енді соны жарып жібергеннен кейін әрине қуанасыздар. Қазақтар алақайлап, сүйіншілеп қуана беріңіздер. Ақорданы жарып жіберсе тіпті жақсы. Паны қалың суайттар отырған парламенттің төбесіне бір зымыраны қаңғып, картадан қателік шығыпты деп бір зымыран түсіп келсе, онда қуаныңдар. Мынау біздің қазақтың қанын кеспей сорып отырған билік нысандарына зымыран түссе, онда қуаныңдар. Себебі жалған патриотизммен өздеріңді алдамаңдар. Ана Қазақстанның бір шыңғырбай шетелге шығып, туды желбіретсе, ойбай, қазақтың намысын көтерді. Оның сенімен қатысы жоқ. Сенің кредитің сенің мойныңда. Сенің балаңды педофилдікпенен зорлап жатыр, сенің ұлыңды армияда өлтіріп жатыр, сені жер шарында 193 елде жоқ ең жоғарғы кредитті саған беріп жатыр. Сондықтан ол бір шыңғырбай шығып көк туды желбіретіп, ойбай, қазақтың абыройын аспандатты десе мақтанбаңдар, оның сенімен грамм қатысы жоқ. Сенімен қатысы жоқ. Ол шыңғырбай келіп алып, сол сені езіп отырған, саған оқты сақылдатып, қаңтарды атып отырған, мына зұлым әділетсіз жүйені орнатып отырғанменен қол ұстасып, аузын жаласып, сонымен бірге Францияға қыдырып, Макронмен кездесіп жүр. Демек, оның сенімен қатысы жоқ. Сондықтан қазақтар мына жерде бір боксер керемет болып, ойбай, туымызды желбіретті десе, ештеңкеге сенбеңдер. Оның сенімен қатысы жоқ. Билік бөлек, қазақ бөлек, осыны біліңдер. Билік мүлде бөлек, қазақ мүлде бөлек. Бұл екеуі екі зат. Осыны қазақтар анық біліңдер. Анық біліңдер. Сосын қазақтарға мен үнемі санасына сіңдіруге тырысам. Мен қазақты сүйем. Мен отанымды сүйем. Мен жерімді сүйем. Мен мемлекетімді сүйем. Бірақ мен билікті сүймеймін. Билікпенен отанның қатысы жоқ. Билікпенен мемлекеттің қатысы жоқ. Билікпенен жердің қатысы жоқ. Билікпенен ұлттың қатысы жоқ. Мына билік жоғарда отырған ұрылардың сенімен қатысы жоқ. Ол саған шапқан жоңғардан арман жау болып отыр. Сондықтан жаңағы отанымды сүйем дегенменен билікті сүйем дегенді алмастырмаңыздар. Бұлар әдейіге мына миымыздың түп санасына ұңғып кіргізіп ақпараттарын тығады. Яғни сен маған адал бол, бағын, егер сен маған бағынбасаң, көрдің бе, әне шетелдіктер бүйтеді деп. Анау баяғыда газабектердің, боқбалаттардың қазақтың жері жау шақырмай тұра ма? Міне көрдіңдер ме, алпауыт Америка жеріңді жаулап алғалы тұр дейді. Америка сенің жеріңді жаулап алайын деп ниеттеніп отырған жоқ. Бірақ Америка егер саған назарын аударып, мынау Қазақстан деген елде маған керек зат бер екен десе, онда сенің бағыңның жанғаны, қалай жанғаны? Ол сені орыс құсап езбейді. Ол саған зауытын салады, өндірісін салады. Ол бүкіл есебін саған ашық көрсетеді. Ол сенің жұмысшыңа дұрыстап айлық төлейді. Ол сеніменен жаңағы экономикалық қарым-қатынаста болса, онда сенің мемлекетіңде адалдық, туралық болғанын қалайды. Америкамен одақ болған елдің бәрі аспан құшып байыды, ал орыспен одақ болған елдің бәрі құрыды. Мен бір қанатты сөзді қазір айтайын, жариялайын сіздерге. Америкамен одақ болған елдердің халқы байиды. Америкамен жау болған елдердің мемлекет басшылары байиды. Осы формуланы білсеңіздер болды. Америкамен одақ болған елдердің халқы байиды. Америкамен жау болған елдердің басшылары байиды. Осыны білсеңіздер болды. Енді әлгіндегі ақпараттарды мен YouTube-тың пост бөлігінде салып қойдым. Бірақ енді ол пост бөлігіндегі ақпараттарымды өзім қысқа оқып жіберейін. Бұл енді сөздің шыны анығында қазақ жері, енді Орынбор ғой, енді Орынбор. Бұл енді газыңыз енді кетті, енді сөздің шыны керек. Мен енді бүгін сөздің шыны қуанып отырмын енді. Бұл өте жағымды жаңалық. Енді Орынбор туралы бұл ақпараттарды мен сіздерге қысқа нұсқа аударып жеткізуге мына жерде біраз аударайын, міне. Ой, қайда кетті Құдай. Бұл Орынбор газы міне Қазақстан өкіметі тарапының өзінен және Ресей өкіметі тарапының өзінен бұл ақпараттарды жаңағы растап, енді ары қарай жаңағы бұл газдарды енді қысқасы біз өңдей алмаймыз депті міне. Міне қараңыздар. Мен жерде оқып берейін. Трамптың соңғы мәлімдемесі украиндық ұшқышсыз ұшақтар Ресейдің оңтүстігіндегі ірі газ өңдеу зауытына соғылып, өрт шығып, оны Қазақстаннан газ қабылдауды тоқтатуға мәжбүр еткеннен кейін айтылды деп хабарлайды жексенбі күні Ресей мен Қазақстан билігі. Мемлекеттік газ алпауыты Газпром басқаратын және Қазақстан шекарасына жақын аймақта орналасқан Орынбор зауыты жыл сайын қуаттылығы 45 миллиард текше метрді құрайтын. Осындай әлемдегі ең ірі нысандардың бірі болып табылатын өндіру және өңдеу кешенінің бір бөлігі болады. Ол Орынбордың өз мұнай газ кен орындарымен қатар Қазақстанның Қарашығанақ кенішіндегі газ де өңдейді. Облыс губернаторы Евгений Солнецептің айтуынша, ұшқышсыз дрондардың соққысынан зауыттағы цех өртеніп, оның бір бөлігі зақымданған. Жексенбі күні
Сіздерде бүгін дүйсенбінің түні ғой, яғни кеше жексенбі күні Қазақстанның энергетика министрлігі Газпромның хабарламасына сілтеме жасап, зауыт дрондардың шабуылынан кейінгі төтенше жағдайға байланысты Қазақстаннан шығатын газды уақытша өңдей алмайтынын хабарлады дейді. Енді есептей беріңдер. 45 миллиард текше метр. 45 миллиард текше метр газ. Гуглге кіріп іздеңдер, бір куб газды қаншадан сатады екен құбыр газын. Енді ары қарай ойлай беріңдер. Бұл деген сөз, сөздің шыны мына зұлымдарға, мына Путинге арқа сүйеген Назарбай, Құлыбай, Тақайдың мына зұлым билігіне бір дыңғыр таяды. Қуана берсеңіздер болады сөздің шыны. Қуана беруге болады. Бір дыңғыр таяды, бір тықыр таяды енді. Енді осының арты сізбен бізге қайырлы болса, сізбен бізге жақсы болса болды. Осыны осылай ойлаңыздар. Бұл енді ары қарай қызық. Еуропа, осы дүйсенбінің таңында Қазақстан менен, Қырғызстан менен, және осы Орталық Азия мен Еуропаның ортасында не бар? Кавказ бар. Сол Кавказ елдері менен Еуропа Қазақстанды жалғау туралы мәселені қозғаған жиналыс өткізе қапты. Бұл кімнің бастамасы? Бұл Еуропаның бастамасы. Бұлған Қазақстан мүдделі ма? Қазақстан қайшылық қойды. Неге? Еуропамен жақындаса, онда Еуропа экономика саясатпен қатар қаржыдағы есептерді де ашық жариялап отырады. Ресей сияқты емес. Қанша мұнай газ алғанын, қанша миллиард бөлгенін жариялап отыр. Бұл Ресей мен Қытаймен үнемі құпия контракттерге отыратын, ешқашан есеп-қисапты халыққа жарияламайтын Қазақстанның ұрылары үшін алған кезде қолайсыз. Еуропа тіпті ол компаниялар кім, оның иесі кім, құрылтайшысы кім, ол компанияның құрылымы қалай, өзіне одақ болған компанияны жариялай салады. Себебі батыстық сауда әлемінде компанияның құрылымы, оның акционерлері, яғни қаншадан біріккен, ол акционерлердің ішінде тағы бір құрылтайшы бір компания бар ма? Ол құрылтайшы компания болса, ол кім? Оның адам ретінде физикалық тұлғасы кім? Ол қанша ақша акциямен кірді? Ол қанша пайдан алады? Бұл компания туралы, өзінің әріптесі туралы толық құжатты жариялайды. Ал Қазақстан Еуропамен кіретін болса, одақтасатын болса, дыңғыр онымен ғана бітпейді. Бұл арада Еуропа өзінің әріптестерінен үнемі экономикалық есеп, қисап, отчет, салық, малық, тағы басқа ақпараттағы еркіндік сияқты нәрселерде Еуропаға жақындауды талап болады. Ал Ресей, Қытай сияқты елдерде қайтеді, контракт екіден отырады. 100 миллиард долларлық контракт болса, халыққа қаншаны көрсетеді? 10 миллиард долларға контрактқа отырдық деп халыққа көрсетеді. 90 миллиард қайтеді? Пөтеннің, Ши Цзиньпиннің, Назарбай, Тоқай, Құлыбайдың қалтасына кетеді. 90 миллиард. Халыққа 10 миллиардын көрсетсе көрсетеді, көрсетпесе жоқ. Ал Еуропада ол жоқ. 100 миллиардқа отырды ма, Еуропа сол сағат, сол минутта Қазақстанның мынандай компаниясы, оның құрылтайшысы, Тоқаевтың жұбайы Пәленбаев, Құлыбай және оның қатыны Пәлен екен. Міне жерде Назарбаев және оның інісі Пәлендердің құрылтайшы болған компаниясы Пәленшеменен 100 миллиард долларға мынандай келісімшартта отырдық, мынандай екі тарапта мындай жұмыс жасайтын болдық, жариялай салады. Бұның барлығы Қазақстанның алпауыттарына ұнамайды. Екіншісі, олар Ресейге арқа сүйеп отырып, Ресейдің арқасында жан бағып отырғандығын біледі. Бірақ Еуропа Ресейдің артқауласы болған Орта Азияны өзіне тартқысы келеді. Себебі Орта Азиядағы қалың ресурс бар. Қазақстанның мұнайы бар, газы бар. Бірақ газ жағы Қазақстаннан да көп, Түркіменстанның газы бар. Түркіменстан ешқайда сата алмай қор болып отыр ол газын. Енді қайтеді? Енді Еуропа Қазақстанды өзіне тартқысы келеді. Тартайын десе Орта Кавказ, Ресей бар. Енді Ресейді айналып өтетін дәліз ашылды. Енді соны ары қарай қаржыландыру дейтін мәселе бар. Мына жерде сіздерге тағы бір нәрсені айтайын. Еуропада қаражат, экономикалық қаражаттарды жеке меншік компаниялар салады. Америкада да сондай. Жеке меншік компаниялар. Ал ол жеке меншік компаниялардың қаражатын стратегиялық нысандарда қауіпсіздендіру үшін мемлекет кіріседі. Мемлекет ол қаражаттардың жаңағы Ресей шабуылы, немесе Қытайдың шабуылы, немесе басқа Иранның шабуылы сияқты жау елдердің шабуылынан қорғауға мүдделі. Сондықтан ол өзінің қарсы тарапының бұл мәселеде толыққанды одақтасқанын қалайды. Яғни қаражат ол жерге салу бар. Сен бәленбай миллиард доллар жұмсап газ таситын құбырды салдың, Ресейді айналып өтеді. Ал Ресей 2 күнде бір жарып отыратын болса, сенің ол ақшаңның құны қайтпайды ғой, шығынға батасың. 3 күнде бір Иранның террористі жарып отырса, тіпті әуелі Ресей жар дегенде қазақтың өзі жарып жіберіп отырса, қазақтың өзі жарып жіберіп отырса. Демек ол миллиардтаған, 100 миллиардтаған доллар ақшаң күйіп кетеді. Сондықтан бұл жерде сен шынайы менімен келісіп сауда жасайсың ба? Ресей саған бұйрық бергенде орындамай, мен адал түрде Еуропамен одақтасам дейтін ниетің бар ма дейтін әңгіме бұл арада келеді. Енді сіз ойлай отырсыз, Қазақстанның билігі өзінің байлығын сата алмай отырған жоқ па деп. Иә, Ресей арқылы сатып, Ресейге күні қарап отыр. Бірақ естеріңізге салайын.
қожасының бұйрығын орындайды. Құл деген не? Құл деген қандай адам? Құл деген біреудің келіп өзін азат қылуын күтіп отырған адам. Біреудің келіп өзін азат қылуын күтіп отырған адамды құл деп айтады. Енді Ресейдің Орынбор газ зауыты жарылып кетті, Украина жарып жіберді. Енді ары қарай не болады? Қожасының өзі мүжейін десе сүйек таба алмай отырғанда итіне сүйек тастай ма? Қожасының өзі шерге жуынды таппай отырғанда иті тақайға беретін жуынды бар ма? Жоқ. Демек, бұл арада бір әңгіме болғалы тұр. Қазақстанда енді экономиканың шатқаяқтау мезгілі басталады. Үлкен шатқаяқтау басталады. Үлкен шатқаяқтау. Бұл енді өте күрделі әңгіме. Мен сіздерге біраз нелерді, ақпараттарды өзімнің аударып жариялаған аудармаларым бойынша жеткізейін. Financial Times. Russia's coal collapses markets the end. Мына ақпаратты Financial Times'тан аударып салдым. Financial Times'тың мәліметтері бойынша сектор 2025 жылдың алғашқы 7 айында 225 миллиард рубль, долларға шаққанда 2,8 миллиард ақш доллары жоғалтты дейді. Ресейдің көмір саласы дейді. Мұнайды айттық, газды айттық, енді көмірге келдік. Яғни Ресейдің мұнай саласы емес, Ресейдің көмір саласы 2025 жылдың алғашқы 7 айының өзінде 2,8 миллиард доллар ақш долларын жоғалтты. Бұл 2024 жылға жалпы шығыннан 2 еседен астам. Экспорт жоғалып, субсидиялары сәтсіз болды. 23 көмір компаниясы, жалпы ұлттық компанияның шамамен 13% қазірдің өзінде жабылып болды. Ал тағы да 53-і жабылу қаупінде. Өзі Ресейде, қазір Ресейдің өзінде мысалы 13% компания жабылып болды, енді 53 жабылу алдында дейді. Кезінде Ресейдің 4-ші экспорты болған көмір соңғы 30 жылдан бастап уақыт ішінде, оның өзінде биыл ең нашар жұмыс істейтін халге түсті. Ресейдің көмір саласы ең нашар халге түсті деп Financial Times айтып отыр. Енді қараңыздар. Ресейді экономикадан қыспақ қалу Трамптың идеясы. Я, жұрт айтады, ойбай, Еуропа санкция салды ма дейді. Еуропаның санкциясы жалған деп мен образдап тұрып айттым. Биыл бидайыңа санкция салады, бірақ күрішіңді 2 салады. Келер жылы ойбай, күрішті алып жатыр екенбіз, соған санкция салдық дейді, бірақ тарыңды 4 салады. Оның арғы жылы тарыңа санкция салдық, міне біз деген Ресейді бәленбай миллиард шығынға келтірдік дейді, бірақ жүгеріңді 10 есе көп ала береді, мәселе жүре береді. Сондықтан бұл арада Еуропаның жалған санкцияларын Трамп көзіне шұқып тұрып айтты. Украинаны қолдағандарыңды қайтейін. Ана жақтан Путинге мұнайына, газына, тағы басқа заттарына сендер ақшаны беріп отырсаңдар. Сендер Украинаға шынай жандар қашса, Ресейден бір тиын зат алмаңдар деді. Міне, Трамптың идеясы. Енді Трамп ашық айтып отыр, ол саудагер. Путинді құтыртып, аспанға пышақ атқызып отырған не? Ақша. Ақшасы болмаса Путин кімді алдыға бар дейді. Байлығы болмаса қайдағы қаруды сатып алады. Анау солтүстік Кореяның әскерлерін, оны қайдан алады? Ақша. Кубаның 20 мың әскерін қайдан алады? Ақша. Қазір бейресми түрде Қытайдың жаңағы жасақтары алдыңғы шепте соғысып жатыр дейді. Бірақ ол туралы дәлел жоқ. Бірақ енді бәленбай мың деген дәлел жоқ. Бірақ Қытайдың әскері Украинада да қолға түсті. Тіпті тікеден бізге жеткен ақпаратта Қытайдың қазағы, Қытайда туып өскен қазақ, Қытайдың азаттық армиясының құрамында өзін волонтер қылып Ресей жақта соғысып жатыр екен. Украина жерінде. Қытайдың қазағы. Енді қараңдар. Осының бәріне не төлейді? Ақша төлейді. Мысалы, семіз бала Ресейменен келіспей қапты деген бейресми ақпарат шығады. Неге? Орыстар анау өлген кәрістердің ақшасын бере алмай қапты. Семіз бала айтады дейді, менің әскерімді сен өңге қолына пулемет беріп алдыңғы шепке салып жатсаң өліп жатыр екен. Сен менің әскеріме осы замандық қаруларды, осы замандық техникаларды атуды үйретпейсің ба? Мен ана ертең Корейге, Жапонға соғыс ашсам керек деп айтады дейді. Сонымен енді ол Корейдің өмір бойы компьютер, ноутбук ұстап көрмеген, ұялы телефонның не екенін білмейтін әскеріне енді ана дронды қалай басқару, анау мынау дегенді орыстар үйретіп жатыр екен. Олар не орысша қақпайды. Ал оларға Корей тілі аудармашысы, ол ана оңтүстік Корейде оқып келген орыс қыздар екен. Оңтүстік Корейде. Олардың акценті ана оңтүстік Корейдің акценті екен. Ана солтүстік Корейдің акценті ол айырма екен. Ол екеуінің ортасындағы айырма кәдімгі қазақ тілі мен өзбек тілінің ортасындағыдай айырма екен енді. Өзбек тілінің ортасындағыдай айырма екен. Міне. Бізде зор десе үлкен деп айтамыз ғой. Оларда зор дегенде өзбектер не дейді? Жақсы дегенде айтады. Зөр бөлді тақпады мысалы. Осындай әңгіме айтады да. Бұл жерде енді тілдік айырма да бар. Соныменен қысқасы ию бала бачыт шығып жатыр. Енді Пөтеннің бұл жердегі әңгіме бар. Мысалы, Трамптың кешегі мен бір тікелей эфирін ұшақта отырғанда ұшаққа шыққалы тұрғанда көріп қалдым. Сонда айтады. Мен Путинге айттым, мен біраз тамақ алыптерді Украинаға берсем қайтесің дедім. Путин оны қаламайтынын айтты деп мысалы. Сонда Трамп кәдімгідей
ей, қысқасы, бүйтсем қайтесің, әйтсем қайтесің деп әңгімені айтқан ғой. Енді уақыт бәріне төреші. Ұзаса сол бір 10 шақты күнде Будапесттегі кездесуде не болатындығын көреміз. Мен сіздерге Будапешт деп айтпадым, Будапест. Халықаралық стандарт аты Будапест па? Бұл Будапест. Орыстың Будапештін ұмытайық. Енді ажуа суреттерді де жарияладық. Мысалы, Путин Будапестке, міне Будапестке баратын ең қауіпсіз жол деп, мына газ құбырымен кетіп бара жатқан Путинді ажуалап қойдық. Міне жерде мына украиндердің ажуасы екен, мына Хиловстан деп шығарып қойған. Оны салып қойдық. Мысалы, енді Будапештке кім барады? Ол тағы бір мысалы бір ажуа суретті оны салып қойдық мысалы. Міне қайсымыз Будапештке барамыз деп. Міне жерде қалың Путин тұр. Путиннің двойниктері Будапештке қайсымыз барамыз деп отыр. Әрине Будапештке шын Путин бармайды. Міне жерде орыстың мына Лавровы бар, міне нефтегаз құбырын басы қатып отырған. Міне жерде бір ажуа суреті бар. Путиннің міне екі қолына екі система салғызып отырған сурет. Біреуі мұнай, біреуі газ деп тұр. Енді Трамптың міне Индияны Ресейдің газын алудан тиям, Қытайды алам, кімде-кім Ресей менен экономикалық қатысы мұнай газын алатын болса 500% кедендік салық салам дегеннің барлығы бұл соғысты тоқтатудың жалғыз жолы Ресейді экономикадан қыспақ қалу. Ол қарумен емес, кәдімгі экономикалық тәсілмен жеңбек. Қайсы күнгі лекциямда айтқандай, Рейган менен Тэтчер ханымның тактикасы бойынша Ресейді жеңбек. Сондықтан енді алдағы Будапест келісімінде Путин егер Трампты лақтыратын болса, Путин тағы да сиыр құйымшақтатып сөз бидаға салып, ешқандай нақтылы келісімге келмейтін болса, онда сөздің шыны Трамптың өзіне де қиын болғалы тұр. Қазірдің өзінде мысалы миллиондаған адам бүкіл жер бетінде Трампқа қарсы ереуіл жүргізіп жатыр. Мен кеше бір лекция сөйлеп каналға салдым, көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер ме? Трампқа қарсы бүкіл Америкадағы ереуіл дегеніңіз енді сұмдық. Америкада Трампқа қарсы No Kings деген ереуіл болып жатыр. Бұл демократиялық елдің халқының ата заңда көрсетілген құқы. Яғни олар ұқсамаған саяси көзқарасын көрсетуге құқылы. Және журналистер бүкіл телеарналарда, медиаларда бұл ереуіл туралы толық ақпарат. Американың халқы конституцияда көрсеткен өздерінің заңдарын, құқыларын пайдаланып, міне ереуілге шығып жатыр. Біреуін соттаған жоқ. Журналистер сақылдатып, Трампты жерден алып, жерге салып, 77 атасын жездей қақтап, отырса опақ, тұрса сопақ қылып, CNN-іңде, BBC-іңде жазып жатыр, айтып жатыр. Ана ереуілшілерің деген енді Трампты ұстап алса тура шашлық қып жейтіндей болып отыр. Демократия. Демократия. Көрдіңіздер ме? Адамдардың өз ойын айтуға құқы бар. Ал Қазақстан өкіметі Алматы қалалық әкімшіліктің алдына шыққан, алаңға шыққан. Күйеуі Қазақстанның толыққанды азаматы, тіркеуін өшірген, бүкіл артын тазалаған, құжаты тастай, нотариалды түрде Қазақстанның азаматтығын алған Әлімнұр Тұрғанбайды Қытай заңсыз қамап ұстап отырғанда, оның әйелі, бір тал әйел, күйеуіме бостандық деп алаңға шықса, ана жерде бір денке жүз қарулы күзет, форма киген Түгенбай еркек, форма кимеген бәленбай жалақшы шпион киембі, Аптозақ, аузы мұрнын маскамен бейтіп алған қазақтар көйлеп. Қолында темірдің сынығы жоқ, бір әйелден шошып отыр. Ал Американың халқы миллиондап, Американың ірі қаласында ашық ереуілге шығып жатыр. Бізге патшалар керек жоқ дейді. No Kings дейді. Бұл жерде Kings көпше жалғау болып тұр. Бізге патшалар керек жоқ дейді. Америка тәуелсіздік алғанда кімнен алды? Англиядан алды. Англия ол кезде қандай еді? Патшалық жүйе, патша әулеті барлығын билейтін. Сондықтан Америкада патша деген сөз диктатура. Сондықтан ол жерде олар бірінші рет бізді ұрпақтан ұрпаққа билейтін патша керек жоқ, бізді халық өзі 4 жыл сайын сайлап отыратын жаңағы республикалық жүйе керек деп отыр. Сондықтан демократия деген сол. Енді қазір қарап отырсаңыздар, Американың халқының бұл ереуілін енді орыс тілді медиа менен Қытай тілді медиада бітті Америка құрыды, о деп жатыр. Құрған жоқ. Халық өстіп ереуілге шыға алатындығы үшін осы мемлекет бәленбай 100 жылдан бері дүниедегі ең алдыңғы қатардағы мықты мемлекет болып отыр. Осы халық осындай ашық ойлы, сауатты болғандықтан, өзінің ойын айта алатындықтан, ана жерде отырған саясаткерлер халыққа не керек екендігін осы арқылы білгендіктен, олар ешқашан бұл халықтың құқын таптайтын, байлығын ұрлайтын жұмысқа бара алмайды. Себебі бұл халық сауатты халық. Бұл халық ұйымдасып ереуілге шыға алатын халық. Бұл халық біреу келіп сырттан істеп бере ме екен, біреу келіп, мына англиялықтар осы қатты сыңайды, солар келіп бізді өзгертіп бере ме екен. Ана Стармермеді сол бірдеңке, ана Францияның жаңағы Макроны сол Трампқа қарсы еді, сол бірдеңке қылып берер ме екен деп күтпейді. Бұлар өзім істеймін дейді. Өзім істеймін, өзімнің мемлекетімді өзім дұрыстаймын дейді. Бұл жердегі әңгіме осында тұр қазір екен. Енді мен ана жалғасты ақпараттарымды оқып аударып берейін.
Енді ары қарай сіздерге сосын саяси шолуымды жалғастырам. Мен мына жерде Трамптың бір сөзін аударып жеткізейін ары қарай. Міне, Ukrainian drone strike measure Russian gas plant дейді. Бұл міне Киев, Украина. Бұл ақпаратты сіздерге мен неден аудардым? Бұл ABC News'тен аударып отырмын. ABC News деген негізінен солшыл, Трампқа қарсы медиа. Бұл медиа былай, Киев, Украина. Украинаның ұшқышсыз ұшақтар Ресейдің оңтүстігінде аса ірі газ өңдеу зауытына соғылып өрт шықты. Оны Қазақстаннан газ қабылдауды тоқтатуға мәжбүр етті деп хабарлады Ресей және Қазақстан билігі жексенбі күні. Бұл жерде ақш президенті Дональд Трамп Мәскеудің 3,5 жылдан астам уақытқа созылған басқыншылығын тоқтату үшін Киевке территориядан бас тартуға тура келуі мүмкін деп болжайды дейді. Бұл деген сөз не? Қазақтың жалпақ сөзін аударғанда, соғысты тоқтатам десең, Путиннің сұраған жерін бер. Енді Зеленскийдің бір сұхбатын түнде ұйықтар алдында ма, жоқ таңертең ұйықтап жатып таң намазға тұрғанда ма бір көзім шалып қалды. Онда Путин Донецкіні тұтасымен алғысы келеді, бірақ біз бермейміз, Донецк Украин жері деп айтыпты. Ол енді ол бөлек әңгіме. Енді қараңдар. Мемлекеттік газ албауыты Газпром басқаратын және Қазақстан шекарасына жақын аймақта орналасқан Орынбор зауыты жыл сайынғы қуаттылығы 45 миллиард текше метр куб газды өңдейді дейді. Енді қараңдар, Украина бас штабы жексенбі күні мәлімдеме жасап, Орынбордағы зауытта кең ауқымды өрт шыққанын және оның газ өңдеу және тазарту қондырғыларының бірі зақымдалғанын хабарлады дейді. Енді бұл өрт осы хабар шыққаннан тартып әлі өшкен жоқ. Енді естеріңізге салайық. Зауыттардың көбі соңғы технология бойынша жоғарғы деңгейдегі чиптерменен жабдықталатын болған зауыттар. Себебі жоғарғы деңгейдегі чиптер көп жұмыстарды адами істеу емес, кәдімгі сол компьютерлік басқаруға көшкен. Енді қараңыз. Ал ол чиптерді тиіп тастады. Тиіп тастағаннан кейін санкция салғаннан Ресей ала алмайды. Мынау бір зауыттарды Украина өртейді, Ресей дереу қалпына келтіреді. Украина өртейді, Ресей қалпына келтіреді. Украина өртейді, Ресей қалпына келтіреді. Бұл тоқтаусыз қайталанып жатыр. Енді мына Орынбор қашан қалпына келеді? Міне естеріңізге салайық. Қашан қалпына келеді деп ойлайсыздар? Шұғыл түрде осы бір аптаның ішінде, бір айдың ішінде ресейліктер міне біз Орынбор газ өңдеу зауытын қалпына келтірдік, Қазақстаннан газ қабылдаймыз деп айта ма? Бәстесеміз ба? Бәстігеміз ба? Сіздер қанша деп ойлайсыздар? Жоқ, Орынбор газ өңдеу зауыты осымен бітті. Енді жұмысын тоқтата ма? Жоқ, украиндер олар қайтадан өңдеп, газ өңдейтін зауытты қалпына келтіріп, құрастырып, қайтадан жұмысты бастадық деген күннің ертесі украиндер тағы жарама. Қайсына келсесіздер? Ойларыңызды астына жазыңыздар. Мен ол барлық комменттеріңізге жауап жазуға тырысамын. Талқылайық. Осы лекция аяқтағаннан кейін талқылайық. Енді менің өз ойым. Орыстар кемі бір айдың ішінде Орынбор газ өңдеу кешенін қалпына келтіруге тырысады. Кемі, ең кемі бір ай. Бірақ бір айдың ішінде олар қалпына келтіріп болып, бірнеше күн өтер өтпей украиндер қайта жарады. Менің өз жоспарым, өзімнің болжалым солай. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Жоқ, әлде орыстар намысқа тырысып, қысқасы соңғы мүмкіндігін пайдаланып, 2-3 күннің ішінде немесе бір аптаның ішінде қалпына келтіре ма? Оны сіздер енді өздеріңіз осы салада, газ саласы, халықаралық геосаясат және орыстың бұрынғы жарылған мұнай өңдеу, газ өңдеу зауыттарын қалай қалпына келтіріп отырды, сол туралы ақпараттарға негіздеп, орыс туралы толық ақпарат білетіндеріңіз болса, өз ойларыңызды жазасыздар. Енді бұл қызық болды, сөздің шыны. Мен сөздің шыны өзім қуанып отырмын енді. Енді қараңдар, Киев соңғы айларда ресейлік энергетикалық нысандарға шабуылдарын күшейтті. Оның Украин тараптың айтуынша, аталмыш нысана Мәскеудің соғыс әрекетін қаржыландырады және тікелей Мәскеуге жаңағы соғысқа қуат беріп отырады. Орыстар бомбаларды тереңірек соққылар үшін өзгертті дейді. Бұл екінші ақпарат. Орыстардың өздерінің қаруларын өзгертіп жатыр дейді. Сонымен қатар украиналық прокурорлар Мәскеу Украинадағы бейбіт тұрғындарға соққы беру үшін өзінің өлімге әкелетін әуеден басқарылатын бомбаларын өзгертіп жатыр деп мәлімдеді. Харьковтың жергілікті билігі Ресей алғаш рет жаңа зымырандық әуе бомбасын қолданып тұрғын аудандарға соққы жасады деп мәлімдеді. Харьков кәдімгі бейбіт тұрғындар тұратын микрорайондарға соққы жасаған. Харьков облыстық прокуратурасының мәлімдемесінде Ресей сенбі күні түстен кейін Лазова қаласына шабуылдап 130 шақырымға дейін ұша алатын UMPB-5R деп аталатын қаруды қолданғанын айтты. Қала Харьковтың оңтүстігіне қарай 150 шақырым жерде орналасқан. Бұл қарудың күші үшін айтарлықтай қашықтық. 150 шақырым жерге ұшатын бомба орыстар жасапты. Ресей Украинаның басқа бөліктеріне майдан шебіне жақынырақ соққы беруді жалғастырады. Днепропетровск облысында ресейлік ұшқышсыз ұшақтар Шахтирск ауданына соқтығып, кем дегенде 11 адам жапа шекті. Кем дегенде 14 5 қабатты үйменен дүкен зақымдалды деп хабарлайды облыс губернаторының міндетін атқарушы Владислав
Хайванеко, аты қызық екен, Хайванеко. Жарайды, бола берсін. Украинаның бас штабы сонымен қатар Орынбор маңындағы Самара облысындағы Ресейдің Новокуйбышевск мұнай өңдеу зауытына жеке дрондық